Қайырлы кеш, YouTube каналындағы оқырмандар. Мен осы жақында ғана бір психологтың Инстаграмда рилстарын көріп қалдым да. Сол кезде ол кісінің айтып отырған әңгімесінің барлығы маған бір ой тудырды. Маған жаңадан бір идея алып келді. Ол не десеңіз, ол кісі жалпы мына 7-8 жыл тұрмыста болған, содан кейін отбасында көп түсінбеушіліктер пайда болған. Сол кезде түсінбеушіліктерді жеңу үшін ол кісі не істеді? Сол туралы айтып отырды. И сол кезде айтады, мен дейді, осындай бір ой келді дейді, мен неге әйелім туралы басқаша ойлап көрмеске деген секілді ой келді деп. Содан бастап сол нәрсені ойладым, и менің ойымды өзгерттім, менің өмірім өзгеріп жатты. Әйелім бұрын істемеген нәрсені істеп жатты. Мен ұрысып істете алмаған нәрсені өздігінен істеп жатты деген секілді айтып жатыр да. И сол кезде менде мынандай ой келді. Шындығында да мен осыған дейін осы айтып жүрген әңгімемнің барлығын әйелдің көзімен ғана қарап айтыппын ғой. Шындығында да менде де дәл сондай. Менің отбасымда да менің күйеуім мені тәрбиелемек болды. Мен сол кезде ер адамның көзқарасымен бұл қалай болатынын түсіндім да, айтқым келгені. Сонда біздің отбасыда да тура сондай, негізі еркектерде мынандай нәрсе бар, жалпы қазақта мынандай мақал бар, әйелді бастан, баланы жастан тәрбиеле деген қазақта мақал бар. Осы мақалға сүйеніп, көп ер адам үйленгеннен кейін әйелін тәрбиелемек болады. Енді тәрбиелеу бір бөлек, одан кейін ол тәрбиелеудің де кейбір параметрлері ол жоққа шығармаймын. Дұрыс, сол үйдің өзінің бір тәртібі болады деген секілді. Мысалы, қыз сол үйге келін болып түскеннен кейін, сол үйдің жаңағы үрдісі болады, дәстүрі болады деген секілді. Жаңағы кімді құрметтеу керек, қалай құрметтеу керек деген секілді. Ондай нәрсеге тәрбиелегені, ондай нәрсеге жол көрсеткен ер азаматтың дұрыс. Ал бірақ ер азаматтар әйелді алғаннан кейін оның шекарасына өтіп, әйел адамды өзін жаңағы мінезін өзгерткісі келеді. Міне, осы жерде олар қателеседі деген ойдамын. Осы жерде ол мақал уже жүрмейді деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз ешкімді өзгерте алмаймыз. Біз ешкімді жаңағы ол күйеуіміз болсын, ол біздің әйеліміз болсын, тіпті біздің баламыз болсын, біз оны өзгерте алмаймыз. Өйткені оларға кімде қайсымыз болсын, Алла тағаланың берген мінезі бар. Алла тағаланың берген қасиеттері бар. Әркімді әртүрлі қылып жаратты. Сондықтан да еркек осы жерде әйелді өзгертемін деп қисық қабырғаны сындырып алуы әбден мүмкін. Мүмкін бе? Мүмкін, әрине. Осы қисық қабырғаны сындырып алам деп жатып, қаншама әйелдер ажырасып, сол еркектен кетіп жатыр. Ал дұрысында дәл сол отбасыны ажыраспай-ақ, дәл сол отбасын екіге ажыратпай-ақ, сол отбасын сақтап қалуға болады екен ғой. Ал сол отбасын сақтау үшін тек қана кімге байланысты? Мысалға, әйелге байланысты ма? Байланысты демейші. Кімнің жанына батып жатыр? Әйелдің жанына батып жатыр ма? Әйел өзгерсін. Еркектің жанына батып жатыр ма? Еркек сол әйелді жаңағы өзгерткісі келіп жатыр ма? Өзі өзгерсін. Мен сол бағанағы еркек психологтың әңгімесін естіп отырып, осындай маған бір ой келді. Мен осыған дейін айтып жүрген әңгімемнің барлығын көбінде де мен былай айтатын, әйел адамдарға айтам. Себебі менің оқырмандарым 90%-ға жоқ әйел адамдар. Мен енді сол әйел адамдарға күйеулеріңе айтыңдар, ол өзгерсін деп айта алмаймын ғой. Менің оқырмандарым кімдер? Әйелдер, ондықтан әйелдерге айтылады. И сол кезде маған көп әйел бүйтіп айтатын да, жазатын да, неге әйел өзгеру керек? Неге ол еркек өзгермеу керек? Неге біз жаңағы біреудің әлпештеп баққан ұлын біз өзгертуіміз керек күйеу болып келген кезде? Оны шешесі өзгерте алмағанда біз қалай өзгертеміз деген секілді де жазған маған. Сол кезде мен айтатымын да, сол кезде мен өзім отбасымда әйел болып мен өзім өзгергенде менің отбасым өзгерді, күйеуім өзгерді. Тура сол секілді сіз де өзгеріңізші, сол кезде ол да өзгереді деп айтатымын да. Енді мен мына кісіні тыңдағаннан кейін шындығына келген кезінде ол әйел болсын, ол ер адам болсын, кімнің жанына батып жатыр, кімді мазалап жатыр осы оқиға?
сол өзгеру керек екен. Тіпті маған мынандай да кісілер болды да, сіздің осы айтып жатқаныңызды әйеліме жіберемін деп, бір ер азаматтар солай жазып жатты. Әйеліме жаңағы жіберсем, ол тыңдай ма екен, оны осын тыңдап өзгере ма деген секілді. Біреудің жібергенін, біреудің әңгімесін біреуге жіберу арқылы біз ешкімді өзгерте алмаймыз. Оны әр адам өз әрекеті арқылы, өзінің ішінен шыққан ой арқылы ғана жасай алады. Сондықтан да мен осы нәрседе айтқым келгені, біз әйелдер қисық қабырға, ер адамдар мына қисық қабырғаны, мысалда мына қисық қабырға болатын болса, осы қисық қабырғаны түзетемін деп не істейді? Сындырып алады. Міне осыдан қаншама отбасы ажырап, екіге бөлініп кетті. Ал осы жерде не істеу керек? Ажыраспаса да болады негізінде. Ол шыдау емес. Ажыраспаса да болады деген сөз. Болды, маңдайыма жазған осы екен, өмір бақи шыдап жүрем деген емес. Ойды өзгерту керек. Сіздің ойыңыз қалай өзгереді, сіздің өміріңіз де өзгереді. Мысалға айтайын, мен өз мысалыммен айтайын, және жаңағы кісінің мысалымен айтайын. Мен өз мысалымда, мен жаңағы қисық қабырға, күйеуім мені Еркенұр, бара тұр. Мен қисық қабырғаны ол кісі түзетемін деді. Сол кезде түзетемін деп жүрген кезде біздің отбасымызда өте көп қиындықтар орын алды. Ол қиындықтар екеуміздің екі жаққа бөлініп кетуімізге өте көп себеп болды. Сол кезде Алла тағаланың көмегімен, Алла тағала маған себеп болып, сондай ой салды: Жазира, бірінші ниетіңді түзеп, ойыңды өзгертіп көрші деп. Мен бұл туралы арнайы видеоны түсірген болатынмын. Оны мен қайталамай ақ қояйын, ол туралы мен видеоны сіздерге не қылатын боламын. Жаңағы осы неге көрсетіп қоятын боламын. Сөйтіп, осындай ойларымды өзгерткен кезімде көз алдында ол кісі өзгеріп жатты. Ал енді жаңағы кісінің айтқанын қарасам, ол кісі де тоже айтады. Ол кісі айтады: мен мысалға дейді, таңертең әйелінің ерте тұрғанын, маған таңғы ас жасап бергенін қаладым. Мен үйден келген кезде үйдің жиналып тұрғанын, әйелім маған қалайсың деп күлімсіреп күлгенін, тамақ жесің ба деп сұрағанын қаладым дейді. Міне, әрбір еркек осыны қалайды. Әрбір еркек жаңағындай назар аударған әйелдің, осындайларды қалайды әйелден. Ал оны әйел мысалға да жасағысы келмейді. Оны неге жасағысы келмейді әйел? Өйткені оның жаңағы күйеудің мынандай да, біз күйеуге бір нәрсе беру үшін, біз сол нәрсені одан алғанды жақсы көреміз. Біз мынандай ішкі жан дүниемізбен рахаттанып жасағанды жақсы көреміз. Не то, что бізге айтып, жаңағы миды тесіп, қайта айтып, сен менің жаңағы таңертең тұрғанда тамағымды дайындап бермейсің, сен мен келген кезде күтіп алмайсың, сен мен жаңағы күлімсіремейсің, мен шаршап келген кезде үйде бытқып отырасың деген секілді нәрселерді айтқанша, мысалға да әйел адам тарапынан айтатын болсам, керісінше: жаным, шаршап жүрсің ба? Мен түсінем, бірақ мен де сырттан келген кезде сен осындай бүйтіп қарасаң, мен рахаттанып қалам, шаршағаным басылып қалады деп айтса, әйел адамдар түсінеміз ғой, түсінеміз. Бірақ олар өйтіп айтудың орнына не істейді? Миды тескілеп, ұрсып, шу шығарып, неге сен сөйтесің, неге сен бүйтесің деп сөйтіп айтады. Ал енді осы жерде ер адамның тарапынан ол кісі былай ойлағанда: мен неге осы шынымен де күні бойына баламен шаршап отырады? 3 баласы бар ма? Сондай екен сол кезде. Күні бойына бала шағамен шаршап отырады. Мен кешке келген кезінде жаңағы: жаным, бала шағамен әбден шаршаған шығарсың деп, неге бір ауыз сұрап көрмеймін деген ой келген мысалға да. Вот осыдан бастап ол кісі уже өзінің жаңағы әйелінің действительно шаршап жүретінін, оған да назар аудару керек екенін, оның да көңілін табу керек екенін ол еркекке Алланың қалауымен жетіп отыр. Содан кейін соны ол миға келгеннен кейін, ми ол ақпаратқа назар аударып сенгеннен кейін, ол ақпарат уж іске асқан кезде, әйел адам біз неміз? Біз сол ер азаматтың ұрпағын өмірге әкеліп жатқаннан кейін, сол ер азаматты таңдап сол отбасыға келгеннен кейін, сол отбасымен көгеріп көктеп жатқаннан кейін, біздің мақсатымыз ол ажырап кету емес еді. Негізінде о бастағы мақсатымыз, сол үйде құлпырып, көктеп, өсіп, өніп, жаңағы бала шағаның, немере шөберенің рахатын көру. Сондықтан да, қайсы бір әйел болмасын,
дәл осындай ниеттен негізінде, иә. Бірақ жаңағындай ер азаматтың тарапынан қисық қабырғаны түзеймін деп, сол жаңағы қисық қабырғаны сындырады да олар ше. Былайша айтқан кезде, ол қисық қабырға сынды деген сөз, ол әйел ол еркекпен тұра алмаймын деген сөз. Түсіндіңіз ба? Міне, осы нәрсе бізді құртып жатыр. Сондықтан да менің осы видеомды тыңдап жатқан ер азамат болсын, әйел азаматы болсын, кім болсын, иә. Бастысы сіз өзгергіңіз, сіз күйеуіңізді өзгерткіңіз келіп жүр ма? Сіз немесе әйеліңізді өзгерткіңіз келіп жүр ма? Өзіңіз өзгеріңізші. Біздің отбасыда, иә, мен әйел азаматы бола тұра, мен өзгерген кезде менің күйеуім де өзгеріп бастады. Дәл сол секілді, яғни ол ешкімге қадалып тұрған нәрсе емес екен. Міндетті түрде әйел өзгеру керек, міндетті түрде ер азамат өзгеру керек деген жоқ екен. Менің соған көзім жетті. Сондықтан да сізде отбасыңызда осындай бір қиындықтар болып жататын болса, осы видеодағы айтқандай өзіңізді өзгертіңіз. Өзіңіздің ойыңызды өзгертіңіз. Жағдайға басқаша көзқараспен қараңыз. Жағдайды басқаша көзқараспен қарап, және соған былайша айтқан кезінде басқаша көзқарас деген ол уже идея, ой, сол келеді біздің миымызға. Миымыз біздің топырақ секілді. Сол топыраққа дән түседі. Дән түскеннен кейін сіз оған суармасаңыз, ол дән өсіп шыға алмайды. Сондықтан да сізге басқаша көзқарас келді ма, сол көзқарас дәні егілді ма, енді сіз соған су құйыңыз. Су құйып соны өсіріңіз. Сол кезде Алланың қалауымен сол дән өсіп шығатындағына жемісін береді. Ал жемісін береді деген сөз, Алла Тағала қиыннан қиыстырып, жаңағы бір кездері екінші жартыңызды қиынап, ұрсып, өзгертемін деп, тәрбиелеймін деп, сол кісіден талап етіп жүрген нәрсеңізді, ол өздігінен, өз қалауымен, өзінің ішінен шығарып жасайды. Міне, Алланың құдіреті осы жерде. Пендем өзін өзгертпейінше, мен оның өмірін өзгертпеймін дейді. Сол барлығымыздың да мына өмірге келгеннен кейін бақытты да баянды өмір сүруіміз керек. Сондықтан да біз не нәрсені қалаймыз, өзімізді өзгертейік. Ол мейлің әйел болсын, ол мейлің еркек болсын. Өте күшті сабақ болды. Міндетті түрде соңына дейін қарадыңыз, осы жерге шейін келсеңіз, қарадыңыз, міндетті түрде бөлісіңіз. Осындай қаншама отбасы жүр. Қаншама отбасы бірін-бірі түсіне алмай жүр. Осы себептен ажырасқысы келіп жүрген қаншама отбасы. Өйткені ол менің де басымнан өткен. Сондықтан да міндетті түрде бөлісіңіз.